7-ci сабақтың 1-ші бөлімі. Біз өткен сабақта swept path және reference geometry деген екі функцияны қолданып үйренген болатынбыз. Яғни, осы екі функция арқылы біз бүгін трубаны сызып үйренетін боламыз. Яғни, ішіне қарап тұрсаңыздар, міне бізде сызба, іші қуыс деталь. Біз осыны қалай сызамыз және қалай жылдам сызуға болады, соны сіздерге көрсететін боламын. Бізде ең әуелі жаңадан парақ ашамыз, үш жазықтықтың біреуін таңдап аламыз. Сызықтар бөлімінен өзімізге қажетті түзу сызықты таңдадық. Міне, бұл жердегі радиусты сызудың екі түрлі жолы бар. Сіздерге екі түрін де қазір көрсететін боламын. Міне. Енді бір жолы тура осылай істедіңіздер, міне. Осылай істеп, мына жерде қажетті радиусыңызды жазып, бірден таңдап өтіп кетсеңіздер болады, міне. Екеуінің қайсысы болса да айырмашылық жоқ. Қайсысы ыңғайлы деп тапсаңыздар, сонымен сызсаңыздар болады. Міне бізде сызба сызылды. Енді өлшемдерін жазамыз. Мына жерде 100 мм. Бұл жерде 100 мм. Яғни екеуі де 100 мм болғандықтан, екеуін біз тең деп қарастырып алсақ болады. Shift басып тұрып, екеуін жеке-жеке таңдадық, міне. Мына жерден тең деген бөлімді басамыз. Окей деп бастық. Енді өлшемін 100 мм деп жазсақ, екеуі автомат түрде теңесетін болады. Енді бізде радиусы да тең болған 30 мм радиустары. Екеуін де біз теңдеп, өлшеміне 30 мм деп жазатын боламыз. Міне бізде сызбамыздың негізгі сұлбасы дайын болды. Қараңыздар, міне. Бізде сызбамыздың негізгі сұлбасы дайын. Ендігі кезекте осыны сақтай отырып сыртқа шығамыз. Енді бізге көмекші жазықтық керек. Көмекші жазықтықты референс геометрияға кіріп, плейн бөліміне өтеміз. Сызықты және нүктені белгілейміз. Осылай бізде жазықтық пайда болды. Мына жерден окей батырмасын бастық. Ендігі кезекте осы жазықтықтың эскиз бөліміне өтеміз. Сіздерге жұмыс жасау ыңғайсыз болатын болса, мынадан мышканың ортасын басып тұрып айландырсаңыз болады. Міне. Осы жерден шеңберімізді сызып алсақ болады. Екі шеңбер. Міне. Екі шеңбердің диаметрі бізде жеке-жеке 35 және 40 мм болатын диаметр. Яғни 5 мм арасы. Сондықтан мынаны тура осы функцияны бірнеше әдіспен сызуға болады. Біз сіздерге біреуін көрсетейін. 35 мм. Яғни өткен сабақтағы мүмкіндіктер бойынша қайталап осыны сызып көрсеңіздер болады осы жердегі трубаны. Яғни бір шеңбер сызу арқылы бірден істеп кетуге болады. Негізі мен сіздерге осылай көрсеттім осы сабақта. Енді біз Features бөліміне өттік. Swept Path командасына басамыз. Енді мына автомат түрде таңдалды. Енді біз бағытын таңдаймыз. Міне, бізде трубамыздың сұлбасы сызылды. Ендігі кезекте басында болттар қатырылатын бөлімді сызамыз. Өлшемі 60-60. Өлшемі 60-60. Трубаның басына келіп, мына жазықтықты таңдаймыз. Және эскиз бөліміне өтеміз. Sketch бөліміне. Мына жерде бізде өстік сызық центр көрсетілмейді ешқандай. Ол үшін сіздер төрт бұрыш таңдадыңыздар. Екінші бөлімді басамыз, яғни центрден тарайтын сыртқы шеңбер, я болмаса ішкі шеңберге бір алып келесіздер, еш нәрсе баспайсыздар. Осылай жандырып алғаннан кейін ортасына әкелсеңіздер, міне сіздерге центрді автомат түрде көрсететін болады. Центрге келгеннен кейін мышканың оң жағын, сол жағын бастыңыз. Осылай кез келген өлшемде біз сыздық. Енді бізде бұл квадрат болғандықтан қараңыздар, екеуін теңестіреміз. Тең деп бастық. Өлшемі 60-60 болған. 60 мм. Енді ішкі шеңбер. Ішкі шеңберді сызу үшін бізде екі түрлі әдіс бар. Біреу осылай сызсақ болады. Екіншісі осылай бастық, міне ішкі шеңберді және осыны енгізсеңіздер болады. Бізде шеңбер сызылды. Ендігі кезекте тесіктердің орналасқан орны. Бұл бізде үзік сызық болады. Өйткені бұл көмекші сызық ретінде жұмыс жасағандықтан. Міне. Енді бұның өлшемі бізде 40 мм болған. 40 мм деп жаздық. Енді тесіктерімізді сызатын боламыз. Міне. Бұнда жеке-жеке әкелудің бірнеше әдісі бар. Мен сіздерге осы көрсетейін. Shift басып бәрін белгілейміз. Тең деп басамыз. Өлшемі 6,67 мм деп жазайық. Кез келген өлшем жаздық. 6,8 метрик 8-дің тесігі бұл.
Қараңыздар. Енді features бөліміне өтіп, extrude бас бөліміне өтеміз. Өткен кезде қараңыздар, бұл сыртқа қарай шығып тұр қазір. Кері бағытқа ауыстыру үшін мынаны басамыз. Қалыңдығы 10 мм. Окей деп енгіздік. Енді мына жағына да тура солай. Мына жазықты бастық. Басқаннан кейін эскиз бөліміне өтеміз. Центр автомат түрде көрсетіліп тұр міне. Енді кезекте біз центр бөлімінен сызықты таңдап, тура осылай істеп аламыз. Shift бөлімін басып, кнопкасын жерде міне. Енді бұның өлшемі бізде мына сызықпен теңестіруге болады. Қараңыздар, Shift басып белгіледік. Мынаны Shift басып белгіледік. Міне, екі сызық бізде қатар белгіленді. Және мына жерден тең деп бастаңыздар болады. Бітті. Бұл жерге біз өлшем жазып керек емес болады. Бұл автомат түрде анамен теңесті. Енді қараңыздар, тағы бір тесік сызамыз. Тесіктің өлшемдерін сызамыз. Бұл бізде көмекші сызық болғандықтан үзік сызық орналастырамыз. Окей деп енгіздік. Енді бұның өлшемі бізде 40 мм болған. Шеңберлер сызамыз. Қараңыздар. Осылай 4 түрлі размердегі сызықты сыздық. Бұл бекітіліп қалды қазір. Енді осының барлығын жеке-жеке белгілеп, міне, тең деп бассаңыздар болады. Я болмаса мынаны 5-ші ретінде осыны белгіледіңіздер, және тең дедіңіздер. Автомат түрде осы сызықтың өлшеміне барды. Бітті. Ендігі кезекте ішкі шеңбер қалды. Ішкі шеңберді бағана көрсеткендей осыны баса салсақ, ішкі шеңбер сызылатын болады. Және features бөліміне өтіп, extrude бас бүттік. Бұл сыртқа қарай шығып тұр тағы да. Арғы бағытқа ауыстыру үшін мынаны басамыз. Окей деп енгіздік. Және бұл жердегі радиустарын осылай басып, радиустарын жасайық қазір. Міне. Радиустар 10 мм деп жасайын. Сызбада 5 мм болу керек. Міне. Бізде сызбамыз дайын. Назарға қойып көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.